80 жыл. Бұл бір адам үшін ұзақ ғұмыр. Бірақ елдің жадында сақталған жара үшін бұл әлі де көзі ашып жұмылған сәт қана. Ұлы отан соғысы жай ғана соғыс емес. Бұл бір ұлттың намысы, аналардың аңыраған зары, балалардың қайтпас жастық шағы және тұтастай бір елдің тағдыры. Бүгін сол батырлар ескерткіштерде үнсіз тұр. Бірақ олардың үнсіздігі біздің жауапкершілігіміз. Олар сөйлемейді, алайда жасаған ерліктері ұрпаққа үн қатуда. Сол ерлердің бірі менің атам Рүстем еді. Құдышұлы Рүстем 1913 жылдың 1 наурызында Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданына қарасты Алмасай ауылында дүниеге келді. Тағдыр тауқыметін ерте жасынан бастап тартқан атам небәрі 7 жасында әкесі Құдыш дүние озғанда өзінің балалық шағының ақ парағын жапты. Тұл жетім қалған баланы анасымен бірге нағашы жұрты Күшпірлік ауылына алып кетеді. Атам Күшпірлік ауылында 2 жылдық мемлекеттік колхоз басшылары мектебі жанындағы колхоз төрағаларын қайта даярлау курсын бітіреді. Кейін уақыт өте келе өз туған ауылы Алмасайға оралады. Сол бір қан кешкен кезең миллиондаған тағдырды жұтты. Бірақ сонымен қатар миллиондаған батырды тудырған заман болды. Біз қазір бейбіт аспан астында өмір сүріп жатсақ, бұл сол кездердегі әр күннің өтеуі. Әр тамшы қан мен терінің бағасы. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. 1941 жылдың 22 маусымында таң тыныштығын Левитанның қоңыр да қатқыл даусымен жеткен қаралы хабар бұзды. Фашистік Германия кеңес одағының шекарасын басып өтіп, ұлы отан соғысы басталған тұғын. Бұл күннен бастап ел тағдыры әр азаматтың жүрек түкпіріндегі ерлікпен өлшенді. Сол жылдың 6 қыркүйегінде Рүстем атамда майдан шебіне аттанып, 1126 атқыштар полкі 334 атқыштар дивизиясының құрамында автоматшы ретінде өз үлесін қосты. Алдында ол жанында серт болған майдан даласында ол ел үмітін арқалап жүрді. Атамның нақты соғысқан жерлері көрсетілмесе де көптеген аумақтарда болғаны белгілі. Ол өз майдан жолын Кёнигсберг, қазіргі Калининград қаласына дейін жүргізген. Рүстем атамның аяулы жары Бәтима өмірінің соңына дейін атамның қасында болып, барын жасап, қабағына қарап балаларын тәрбиелеп өсірген жан. Атам соғыс жылдарында фашистік күреске қарсы ұрыс алаңында болған мезетте Бәтима апам тыл жұмыстарында қалды. Рүстем атамның жары менің апам Бәтима қолына қара хатты алғандағы сезімін айтып жеткізу мүмкін емес. Деректерге сүйенсек, 1944 жылдың 24 маусымында Рүстем атам із-түзсіз жоғалды деген ауыр сөзбен қара қағаздар тізіміне ілігеді. Алайда кеңес одағының батыс аймақтарында қызу шайқас барысында Рүстем атамның кеуде тұсына қару-жарақтың қалдығы кіріп кеткен еді. Басында ол жара өзінің әсерін бермегенімен кейіннен денсаулығына сыр бере бастайды. Осылайша оны госпитальге жеткізеді. Толық емделіп, денсаулығын қалпына келтірген соң Рүстем атам Монғолия жеріне аттанады. Сол уақытта кеңес одағы мен Монғолия қарулы күштері Жапонияға қарсы соғыс қимылдарын жүргізіп жатқан еді. Күндердің бірінде апамның қолына қара қағаз жетті. Бұл атамның із-түзсіз жоғалғаны туралы хабарлама еді. Дегенмен қуанышқа орай атам бірнеше күн өте өзінің еліне дін аман оралады. Өкінішке қарай мен атамды көрмедім және ата мен немере арасындағы болуы тиіс махаббатты толыққанды сезіне алмадым. Тек қана ол туралы айтылған жылы сөздер мен естеліктер жүрегім мен жадымда сақтаулы. Рүстемнің немересі болу бір жағынан үлкен мақтаныш, алайда оның артында үлкен жауапкершілік жатыр. Кейде атам екеуміздің арамыздағы болуы тиіс диалогтарды елестетіп кетсем, жүрегім толқи түседі. Себебі бұл жауабы жоқ диалог. Мен Рүстемнің немересімін.